Саламатсыздар ма, қайырлы күн білім алушылар. Сіздермен кезекті дәрісіміз, пәніміз мұнай газ негіздері пәні. Кезекті үшінші дәріс тақырыбы ұңғымаларды бұрғылау әдістері және тау жыныстарын бұзушы аспаптар. Яғни қашаулар жайлы айтатын боламыз. Оқытушы Кекбаев Манас Қайратұлы. Ендеше дәрісімізге көшсек. Бұрғылау әдістерінің классификациясы. Яғни біздер алдыңғы дәрісте ұңғыманың түрімен таныстық, шегендеу құбырларының түрлерімен таныстық, қандай ұңғымалар болатыны жайлы тоқталып өттік. Ендігі бүгінгі сабақ бізде қалай ұңғымаларды бұрғылаймыз, яғни қандай аспаптармен, қандай әдіспен осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ең бірінші механикалық бұрғылау, одан кейін физикалық химиялық бұрғылау және гидравликалық бұрғылау. Бізде қазіргі саламызда көп қолданатын бұрғылау түрі ол механикалық бұрғылау, яғни айналмалы бұрғылау және соққылы бұрғылау болып екіге бөлінеді. Физикалық химиялық бұрғылауларға термиялық әсер ету арқылы, гидроабразивті әсер ету арқылы әдістері жатқызсақ, гидравликалық бұрғылауға су ағынымен, яғни жоғары қысымдағы су ағынымен бұзуды жатқызуға болады. Келесі бізде механикалық бұрғылаудың негізгі түрлеріне тоқталып өтетін болсақ, ол бізде айналмалы бұрғылау ең біріншісі. Ол яғни әдістің мәні бұл жерде қашаудың айналуы және осьтік күш арқылы тау жыныстарын бұзу болып табылады. Қолданылуы мұнай және газ өндіруге геологиялық барлауда жиі қолданылады. Артықшылықтары жоғары жылдамдық пен терең ұңғымаларды бұрғылауға мүмкіндік береді. Кемшіліктері болып, қымбат жабдықтарды және күрделі техникалық шешімдерді қажет ететін болып табылады. Келесі бізде бұрғылау түрі ол соққылы бұрғылау. Бұл әдістің мәні қашаудың соққылау қозғалысы арқылы тау жыныстарын бұзу. Яғни жаңағы алдыңғы бұрғылау түрінде айналу процесс арқылы бұрғылайтын болса, бұл жерде яғни қашаудың соққылау қозғалысы арқылы тау жыныстарын бұзады. Қолданылуы қатты тау жыныстарында және шағын ұңғымаларға тиімді. Артықшылықтары қарапайым жабдықтар мен төмен құны бар, яғни арзан, алдыңғы бұрғылау әдісіне қарағанда арзан болып табылады, және кемшіліктері төмен жылдамдық және шектеулі тереңдікке яғни біздерге терең ұңғымаларда бұл бұрғылау әдісін қолдана алмаймыз, яғни тиімсіз болып табылады. Келесі тау жыныстарын бұзушы аспаптарға тоқталып өтетін болсақ, ең біріншіден бұрғылау әдісі кезіндегі біздегі басты назар аударатын сұрақ, басты назар аударатын зат осы бізде бұзушы аспаптар, яғни қашаулар болып табылады. Қашаудың бірнеше түрі бар, яғни біздер ұңғымамызды бұрғыламастан бұрын біздер керін алу арқылы, яғни мұнайдың үгіндісін алу арқылы, яғни үлгісін алу арқылы біздер тау жыныстарын анықтаймыз. Яғни қатты тау жынысы ма, немесе борпылдақ тау жынысы ма, жұмсақ тау жынысы ма деген секілді параметрлер арқылы анықтаймыз. Осы анықтаулар арқылы біздер әр қабаттарда өзіне сай, яғни қашау түрлерін қолданамыз. Бұлай, яғни әр қабатта интервал арқылы қашауларды өзгертіп отыру, ол бізде яғни экономикалық жағынан да тиімді болып табылады. Яғни қашаудың түрлеріне бұл қалақшалы қашау, алмазды қашауларды айтсақ болады, негізінен қолданатын. Бізде суретте көрсетілген, яғни жоғарғы бөлігінде алмазды қашаулар, ал төменгі бөлігіндегі ол бізде шарошкалы, қалақшалы және алмазды қашаулардың суреттері, яғни үлгілері. Бұл жердегі бұрғылау тізбегі екіншісі, бұрғылау және ауырлатқыш, яғни құбырлардан тұрады. Бұрғылау ерітіндісі, яғни өте маңызды, ол қашаудың жұмыс жасауына да, жұмыстың тез өтуіне де және де сонымен қатар экономикалық шығынды азайту үшін де бұрғылау ерітіндісі маңызды элементтердің бірі болып табылады. Яғни бұрғылау ерітіндісі ретінде су, саз және әртүрлі қоспалардан тұратын, яғни қоспа бұрғылау ерітіндісі ретінде айдалады. Және ерітінді функциялары бұл ұңғыманы тазалау, қашауды салқындату деген секілді функцияларды атқарады. Яғни біздің қашауымыз төменгі жақта бұрғылап атқан кезде, яғни процесінің әсерінен бізде яғни қашауымыз тез қызып кетеді.
Осы үшін бізде ерітінді функциялары ұңғыманы тазалаумен қатар, қашауды салқындату жұмыстарын да атқарады. Бізде бұл жердегі шарошкалық қашаулар бұл біздегі жұмсақ немесе орта қаттылықтағы тау жыныстарға арналған, ал алмазды немесе PDS қашаулар, алмазды PDS қашаулар дейді, ол біздегі қатты тау жыныстарына арналған болып табылады. Қалақшалы қашаудың айырмашылығы ол бізде қолжетімді, сонымен қатар қолжетімді болып табылса, ал біздегі ол орта қаттылықтағы тау жыныстарына арналған. Ал бізде алмазды PDS қашаулар ол біздегі құны қымбат, бірақ қатты тау жыныстарына келгенде жақсы жұмыс жасайды. Біз осы үшін бұрғылаған кезде интервал арқылы ұңғыманың жоғарғы бөлігін бұрғылаған кезде қалақшалы қашауларды пайдаланамыз, ал ұңғыманың төменгі бөлігіндегі немесе қатты тау жыныстары кездескен аймақтарда осы алмазды қашаулармен бұрғылайтын боламыз. Бұл суретте қашаудың түрлері және олардың қолданылуы айтылған, конустық қашаулар, қалақшалы қашаулар, алмазды қашаулар. Бұл жердегі бізде кестеде көрсетілген, конустық қашаулар қатты және абразивті жыныстар үшін, қалақшалы қашаулар жұмсақ және орташа жыныстар үшін, алмазды қашаулар өте қатты және тегіс жыныстар үшін. Бұл жердегі суретте сіздерде қашаудың түрі көрсетілген. Қашауды таңдау жыныстың түріне, тереңдігіне және температураға байланысты таңдалады. Бұрғылау технологияларының дамуы, бағытталған бұрғылау, көп сатылы бұрғылау процесіндегі автоматтандыру және смарт дрейлинг технологиясы болып табылады. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, қашаудың, бұрғылау әдістерінің маңыздылығы, ол бұрғылау әдістері мен аспаптардың маңыздылығы өте зор. Біздер кен орнының, тау жыныстарының қасиеттеріне қарай біз бұрғылау әдістерін және бұрғылау аспаптарын өте дұрыс таңдауымыз керек. Болашаққа айтатын болсақ, технологиялардың дамуы, жаңа технологиялар бұрғылау саласын дамытуда, болашағы басқа да салалар секілді мұнай-газ саласы, соның ішінде бұрғылау да қазіргі таңда өзінің нарықтағы, бұрғылау технологиялары болашақтағы одан әрі жетілдіреді деген сеніммен әлі күнге де даму үстінде. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.